ұлттық қоғамдық сенім кеңесі осы соңғы 3 айда үлкен көп жұмыс атқарды. Әр министрлікпен кездесулер өтті, 36 шақты отырыс өтті, мәселелер көтерілді. Біздің жаңа 3 топ, саяси топ, экономикалық модернизация тобы, сонымен әлеуметтік топ. Әрқайсысы өз тарапынан жұмыстар атқарды. Көп мәселелер көтерілді. Осы мәселелердің туындағанның қандай себебі бар екен, негізгі солардың түйткілі түбірі қай жерде екен, қай проблема екенін анықталды. Осыған байланысты президент екінші отырыста нақты шешімдер айтты. Оны білесіз, біріншіден митинг өткізуге рұқсат беру, митинг өткізуге. Митинг халықпен билік арасында диалог орталығы болу керек деп айтты. Ол өте жақсы, бұл саяси шешім. Екінші, партиялардың жай регистрациясын өтуі байланысты 40 мыңнан 20 мыңға дейін түсірді мүшелікті. Ол да бір жеңілдік партияның пайда болуына. Үшінші, парламентте оппозицияның болуын бекітті президент. Бұның бәрі енді заңнамаға түсіп, бұның бәрі іске асу керек. Енді бұл тараптан бұл саяси шешім, нақты. Біз экономиканы айтамыз, әлеуметтік жағдайды айтамыз, тағы басқа мәселелерді айтамыз. А негізінде сол мәселелердің түйткілі шешімі ол саяси шешім. Халықты ашықтыққа, халықты шындыққа, әділ айтуға, ойын айтуға барынша мүмкіндік жасау керек. Сол кезде ғана билік оны естіп, нақты шешімдер қабылдану керек. Сондықтан менің ойымша бұл жеңіс президенттің солай шешім алды. Одан басқа экономикалық, әлеуметтік жағдайда айтылған мәселелердің бәрі, ол екінші орында тұрған нәрсе, ол тараптан да көп мәселелер айтылды. Біз партия болуға дайын ұйымбыз. 3,5 жыл бойы Қазақстанды аралап, әр өңірде филиалдар аштық, өкілеттер ашылдық. Біздің единомышленниктеріміз бар. Сонымен қатар, мына экологиялық тақырыбындағы саяси партия деген мәселе ол Қазақстанда жаңа бағыт, жаңа. Бұны біз жаңадан құрып жатқан мәселе ғой, жаңа. Оғандықтан бұл көп адамдар, саясаттанушылар енді айтады, экологияны қазақ ұлты қабылдамайды. Мен келіспеймін мұндай ойға, өйткені біз өңірлерді араладық. Нақты айтқан кезде өте ұлттың адамдары қатты экологиялық мәселе көңіл бөледі. Ол мысалға ауылды жерде бұлақ мәселесі, жасылдандыру, су мәселесі, денсаулыққа байланысты жеп отырған тамағы, Қытайдан көп қазір әртүрлі зиянкеш тамақтар келіп жатыр, зиянкештер келіп жатыр. Оның бәрін тосқауыл қоятын бүгін саяси ұйым міндетті түрде қажет. Бұл мәселе тек қана жаңа халықтың арасында белгілі бір экономикалық мәселеде қалып қоймау керек. Бұл саясатта, жоғарғы саясатта бұл мәселе қаралу керек. Ал әлемде экологиялық партия, жасылдар партиясы ол бірінші орында тұрған, білесіз. Әсіресе дамыған елдерде олар билікке келді, көп жұмыстар атқарды. Мысалы, мен Европаға барған кезде таңғалам, жаңағы қалалар орман тоғайдың ішінде орналасқан. Франкфуртқа барған кезде қарасаңыз, айналасы түгел орман. Орманға айландырып жүрген, көрдіңіз бе? Міне экологиялық мәселені бірінші қойған кезде ағаш отырғызу, тазалық ұстану, бұның бәрі ең басты орында болады. Сондықтан бұл мәселені біз көтердік, араладық, халықпен кездестік. Бүгінгі күні біз партия болуға дайын ұйымбыз. Біз оргкомитетті өткізіп, әділет министріне өткізілгеннен кейін біз 40 мың қолды бір пәсте жинап аламыз. Ол бізге ешқандай мәселе емес. Біздің әр өңірде, біздің филиалымызда, біздің қазіргі ұйымымыз партия болып регистрациядан ғана өтеді, болды. Басқа ешқандай не керек жоқ. 12 қаңтарда, келе 2020 жылы біз Қазақстанда жалпы қазақстандық митинг өткіземіз. Мынау сот жүйесіне байланысты. Сот жүйесі әділ, шыншыл болуын сұраймыз.
үкім биліктен. Ол өйткені сот жүйесі халық пен мемлекет аппаратының ол қиылысатын жері. Егер ол мемлекеттің биліктің бейнесі сот әділ болса, халық риза болады. Сондықтан соттың әділ болуы үшін арнайы реформирование жасау керек. Мысалы, сотқа қағаз түсіру ол дұрыс емес шешім. Сотқа дейін көп мәселелер шешілу керек. Бүгін күні қарасақ, аудандық сот күніне 7-8 шешім қабылдайды екен. Бір сот. Облыстық сот күніне бір шешім қабылдайды. Ал жаңа жоғарғы сот күніне 200 шешім қарайды екен, бір сот. Сонда не ол саны көп, сапасы жоқ. Сондықтан біз досудебное разбирательство деген сотқа дейінгі шешім қабылдау жолдарын тауып, соны қабылдау керек екендігін біз ұсынамыз. Мысалы, бүгінгі күні ең үлкен проблема неде? Бизнес, халық билікке сенбейді. Билік, мемлекет халыққа сенбейді. Екеуінің арасында сенім жоқ. Тек қана сол соттың шешімі ғана бір жақта таңдайды. Ал сондықтан біз сотты тәуелсіз жасап, әділ жасауға біз барлық күшті салуымыз керек. Ол халық бұны талап ету керек ең бірінші. Сондықтан 12 қаңтарда біз митингтерді өткіземіз. Сондықтан біз саяси аренада бүгінгі күні жұмыс жасап жатырмыз.